Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздерге Қосанов не үшін сайлауда көп дауыс жинады құпиясымен сырын ашып тек шындығын айтатын боламыз. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар, өте қызықты болады. Сіздермен бірге білез жарнасы. Әміржан Қосанов өзін қолдаған барлық сайлаушыларға алғысын білдірді. Ол сайлаудың ең маңызды ерекшелігі ретінде тәуелсіз бақылаушылар болғанын атап өтті. Сонымен қатар Қосанов кейбір бұрынғы әріптестерінің қолдауынан бас тартқанына қарамастан сайлау науқаны ойдағыдай өтті деп санаған. Мені қолдап сайлаушылардың 16% дауыс берді. Ол 1,5 миллион қазақстандық деген сөз. Қазақстан оппозициясының бірден-бір өкілі осыған дейін болған президенттік және парламенттік сайлауда дәл осындай көрсеткішке қол жеткізе алмады. Президенттікке үміткер оның сөзінше бұл барлығына ортақ жетістік болып табылады. Қосанов өзіне айтылған сыни пікірлерді де ескеретінін алға тартты. Үміткер сайлау қарсаңының жабық зерттеулерінен жүргізетінін, соның нәтижесінде өзінің танитардың саны 30-40%-дан аспағанын жеткізді. Қазақстан оппозициясының 2005 жылдан бері президент сайлауына қатыспауы біздің жергілікті жерлерде көптен бері нақты әрі жүйелі жұмыс жүргізуіміздің, осының бәрі осындай цифрларға негіз болды деп санаймын, деді саясаткер. Үміткер осы күнге дейін жария етіп келе жатқан бағдарламалық мәлімдемелерді және принциптерінен бас тартпайтынын анықтады. Демократияның құндылықтары қорғау мен және қоғам мен билік арасындағы диалогты орнату жолында қызметімді жалғастыра беремін, деді саясаткер. Қосанов президент бола алмадым деп ел тұрғындарының заңсыз акцияларға шақырмайтынын жеткізді. Ол радикалды қазақстандықтар осы позиция үшін сынап жатқанын ашып айтты. Саясаткер сайлаудан кейін сенімді серіктес болғанын, олардың арасында жастар көп екенін айтқан болатын. 1993 жылдың сәуірінен жастар ісі жөніндегі мемлекеттік комитетінің төрағасының орынбасары болды. 1994 жылдың наурызында Қазақстан Республикасының жастар істері, туризм және спорт министрінің орынбасары болды. 1994 жылдың қыркүйегінде 1997 жылдың қыркүйегіне дейін Қазақстан Республикасының премьер-министрінің баспасөз хатшысы, министрлігіне кабинетінің баспасөз қызметшісінің жетекшісі болды. 1998 жылдың наурызынан реформа, әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық саясат бастамалары орталығының президенті болды. 1998 жылдың желтоқсанынан Қазақстан Республикасының халықтық партия атқару комитетінің төрағасының орынбасары болды. 2000 жылдан бастап атқару комитетінің төрағасы болды. Қазақстан демократиялық күштері форумының тең төрағасы. 2006 жылдың сәуірінен әділетті Қазақстан үшін қозғалысының бас хатшысы. 2006 жылдың қыркүйегінің жалпыұлттық социалдық-демократиялық партиясы төрағасының бірінші орынбасары болды. 2009-2012 жылдары біріккен оппозициялық партия бас хатшысы болды. 2012 жылдан бастап тәуелсіз саясаткер болды. Саяси көзқарас үшін қылмыстық айып тағылып 1 жыл бас бостандығынан шарт түрде айырылды. 2003 жыл рұқсат етілмеген митингілерге ұйымдастырып жүргізгені үшін 3 рет 15 тәулікке абақтыға қамалған. Оның өзіне және отбасына қарсы бірнеше дүркін арандату мен үркіту акциялары ұйымдастырылған. 2000 жылдың басында түн жамылған қаскөйлер пәтерінің есігін сырттан бетондап кетті, терезесіне тас лақтырды. Тіпті келесі күнге оның жаназасын тағайындап мәйітін алып жүруге қажетті автокөлікке тапсырыс берілген, жерлеу рәсімінің ақшасын төленген. 2018 жылы әріптестермен бірге жаңа Қазақстан форумын құрды. Оның құрамына танымал қоғам қайраткерлері енді, бірақ форум тіркелуде өте алмады. 2019 жылы 9 маусымда өтетін сайлау алдындағы Қазақстан Республикасының президенттікке кандидат ретінде тіркелді. Сонымен қатар ол сайлауға түскенде мақсатты жеңіс емес екендігін айтқан еді.